Қайырлы күн. Мен Баешева Мадина, Қызылорда облысы Арал ауданы номер 177 орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімімін. Бүгін мен сіздермен екінші сабағымды бөліскелі отырмын. Бүгінгі сіздермен өткізілетін сабағымның тақырыбы кірістірілген шарттарды программалау. Міне алдарыңызда ұсынып отырғандай, кірістірілген шартты оператордың құрылымы төмендегідей екі түрде кездеседі. Бірінші жағдайға тоқталайық. If, егер логикалық өрнек тұрады. Шартты тексереміз. Шарттың жауабы иә болса, бірден өрнек орындалмайды, қайтадан шарт тексеріледі. Кірістірілген шарт тексеріліп тұр. If, тағы да шарт тексереміз. Бұл шарттың жауабы иә болса, бірінші өрнек орындалады. Бұл шарттың жауабы жоқ болса, екінші өрнек орындалады. Ал шарттың жауабы, бірінші берілген шарттың жауабы жоқ болса, онда else-тегі үшінші өрнек орындалады. Екінші түрде берілуі. If-тан кейін, егерден кейін логикалық өрнек тексереміз. Шарттың жауабы иә болса, бірінші өрнек орындалады. Жоқ болып жатса, қайтадан тағы шарт тексеріледі. Бұл жерде міне кірістірілген шарт тексеріледі. Тағы да шарт тексереміз. Ол шарттың жауабы иә болса, екінші өрнек орындалады. Ол шарттың жауабы жоқ болса, үшінші өрнек орындалады. Осындай тағы да шарттың ішіне шарттарды кірістіруге болады. Бұндай кірістірген шарттармен жұмыс жасаған кезде біз каскадты тармақталғанды пайдаланамыз. Каскадты тармақталғанды пайдаланған кезде elif деген жаңа кілт сөзбен танысамыз. Elif деген кілт сөз бұл else, if деген екі кілт сөздің біріктірілуінен шыққан. If, elif, else құрылымы мынадай болады. If-тан кейін, егерден кейін логикалық өрнек тексереміз. Бұл жердегі шарттың жауабы иә болса, бірінші өрнек орындалады. Жоқ болса, elif. Elif деймізде екінші шартты тағы шартты тексереміз, ішіндегі кірістірілген шартты. Ол шарттың жауабы иә болса, екінші өрнек орындалады. Ол шарттың жауабы жоқ болса, үшінші өрнек орындалады. Енді бұл тақырыппен толық әрі қарай танысу үшін мысалдар қарастырайық. Бізге берілген бірінші мысал. Бір сан берілген. Егер берілген сан тақ болса, онда сол санды 5 есе арттыру керек. Ал егерде жұп болса, 2 есе кеміту керек. Егер енгізілген сан 0-ге тең болса, онда 0-ден басқа сан енгіз деген хабарлама шығаруымыз керек. Бізге берілген бір сан, а саны берілген, бүтін а санын енгіз дейміз. Int input, ал мен жазып жатырмын десем, а тең int input, яғни бүтін а санын енгіздік. Егер деген бізде if. Егер а санымыз 0-ге тең ба деген шартты қалай қойрамыз? А тең 0 дейміз. А саны 0-ге теңсің ба? Иә, ондай жағдайда иә болса жауап print 0-ден басқа сан енгіз деген сөз жазамыз. 0-ден басқа сан енгіз дейік. Енгіз. Ал егерде, енді осыдан кейін келесі шартымыз elif деп аламыз. Әйтпесе, егер 0-ге тең болмаса, онда оның тақ жұп екенін анықтауымыз керек. Elif, else, if. Енді тақ сан мен жұп санды қалай анықтаймыз? Міне осы жерде шарт қоюды мұқият болуымыз керек. Тақ сан болу үшін, жұпсың, бірінші тақсың ба деп сұрайық. А саны, кез келген санның тақ жұп екенін анықтау үшін оны 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлгенде қалдығы 0-ге тең болса, ол жұп сан болғаны, қалдығы 0-ге тең емес болса, онда ол тақ сан болғаны. Мысалы, А-ны 2-ге бөлгендегі қалдық 0-ге тең емес болса, онда ол тақ сан болғаны. Тақ сан болса, бізге не істе деген есепте? Тақ сан болса, 5 есе арттырып, жұп сан болса, 2 есе кемітуіміз керек. Онда print тақ сан болса, 2 есе арттырамыз. А-ны 2-ге
көбейтеміз. 5 есе. Қанша есе арттыр деп еді? 5 есе арттырамыз. 5-ке көбейтеміз. Ал әйтпесе, онда енді ол қалдығы 0-ге тең емес болса, ол тақсан болғаны. Ал енді қалдығы 0-ге тең болса, ол онсыз да жұп сан болғаны. Сондықтан бұған шарт жазбайық. Әйтпесе дейміз де, бірден жұп санның өрнегін орындаймыз. Бірін 2 есе кеміт деген. Аны 2-ке бөлеміз. Не қараймыз? 0-ді берсек, міне, басқа сан енгіз, 0-ден басқа сан енгіз дейді. 0-ге тең ба? Иә болды ғой жауап. 1-ден 0-ден басқа сан енгіз дейді де, программа тоқтайды. Енді екінші жағдайда 0-ге тең емес сан беріп көрейік. Тақсан берейік, 5-ті берейік. 25 шықты. Егер А бүтін А санды енгіздік 5-ті, А саны 0-ге тең ба? Жоқ. Әйтпесеге барамыз. Әйтпесе тағы егер, елиф. А санын 2-ке бөлгендегі қалдық 0-ге тең емес па? Иә ғой. Онда аны 5 есе арттырдық. Енді әйтпесек, ең соңғы жағдайды қарастырайық. Бұл жерде жұп сан болса, онда оны 2-ге 2 есе кеміттік. 4-ті 2-ке бөлдік, 2 шықты. Енді осы жерге кішкене назар аударайық. 4-ті 2-ке бөлгенде 2 шықты, бірақ бізге компьютер 2 бүтін деп беріп тұр. Олимпиада есептерінде осындай жағдайда мына жерде тек қана 2 деген сан шығу керек. Бүтін 2. Андай нүктесі мен 0 бүтін бөлігі көрсетілмей шығу керек. Сондай жағдайда осылай көрсетіліп тұрса, ол тесттен өтпей қалады. Сондай жағдайда біз мына жерде принтке int деген сөзді қосамыз. Int дейміз де жақшаға алып жібереміз. Мысалы 4-ті берсек, міне 2 деген жауап шықты. Есебіміз шықты. Әрі қарай енді келесі мысалға көшейік. X санының таңбасын анықтайтын программа құру керек. Егер де X саны 10 болса, онда 1 деген сан шығу керек жауапқа. Теріс болса, онда -1 деген жауап шығу керек. Ал егер де 0-ге тең болса, 0 шығару керек. Яғни, санның таңбасын анықтау үшін дәл жаңағыдай А-ның орнына біз енді бұл жерде X-ті аламыз. Есептің шарты бойынша X деп тұр, бірақ ешқандай өзгеріс болмайды. Айнымалының кез келген айнымалын ала беруге болады. X саны 0-ге тең болса, 0-ден басқа сан енгіз дедік. Енді келесі шартымыз біздің X саны оң ба, теріс па? Оң ба, теріс па? X санның оң теріс екенін немен салыстыру арқылы анықтаймыз? 0-мен. X саны 0-ден үлкен болса, онда ол не болғаны? Оң сан болғаны. Бізге нені шығар деді? 1-ді шығар деді. 0-ге тең болса, тек 0-ді шығар деген екен ғой. Біз 0-ден басқа сан енгіз дегенді алып тастаймыз. Мына жерде 0-ге тең болса, 0-ді шығар. Оң болса, 1-ді шығар деген. Әйтпесе, -1-ді шығарамыз. Әйтпесе, ол сан не болғаны? Теріс сан болғаны. -1. Ал беріп көрейік мәндерді. 0-ді берсек, 0 шықты. Оң сан берейік, 1 шықты. Теріс сан берейік, -1 шықты. Есеп не қылды? Шықты. Енді келесі есеп. Бұл есепте сәл шамалы күрделілеу геометрияға байланысты берілген. Үшбұрыштың қабырғалары берілген. Қабырғаларының енгізілген мәндеріне сәйкес үшбұрыштың тең бүйірлі, тең қабырғалы және тік бұрышты екенін анықтайтын программа құруымыз керек. Үшбұрыштың қабырғалары 3 қабырғасы берілген, А, В, С дейміз. Енді осы қабырғаларының берілген мәніне сәйкес ол үшбұрыш тең бүйірлі ма? Тең бүйірлі болу үшін оның 2 бүйір қабырғасы тең болу керек. Тең қабырғалы болу үшін оның 3 қабырғасы да тең болу керек. Ал тік бұрышты екенін анықтау үшін біз бұл жерде Герон формуласын қолданамыз, яғни тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасының квадраты катеттері квадратының қосындысына тең деген. Енді есепті жазып көрейік. Программа кодын жазайық. Барлығын өшіріп тастайық, жаңадан бастайық. Бізге үшбұрыштың 3 қабырғасы берілген. А, В, С тең. 3 айнымалыны бір жолға енгізу үшін map функциясын пайдаланамыз. Map функциясының қызметі барлығын бір
типке айналдыру. Яғни А, В, С-ның үшеуінің де типін бүтін типке айналдыру үшін мәпті пайдаланамыз. Енді мәпті пайдаланған кезде инттен кейін үтір қойылып жазылады. Жақша болмайды. Сосын мәпті пайдаланған кезде міндетті түрде сплитті пайдаланамыз. Сплит бұл берілген мәндердің арасын ашып жазу үшін қажет. А-сы бердік. Енді біз бірден бұл жерде бастағы шартты пайдаланбай тұрып, Герон формуласы бойынша гипотенузасының квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең дегенді жазып алайық осы формуланы. Үшеуінің әрқайсысын бір гипотенуза деп алып, А, В, С болса, Д-дан бастайық. Д тең болады гипотенузасының квадраты А-ның квадраты А-ның квадраты плюс Б-ның квадраты. Я болмаса бірден С деп алуға да. Гипотенузасының квадраты катеттері квадратының қосындысына тең. Яғни гипотенузаның өзін тапқан кезде оның 2-ден 1 дәрежесіне тең болады. Түбірдің астынан шығарған кезде. Бұл жерде 2-ден 1-ді 0,5 деп аламыз. Мына жер түсінікті ма? Мұқият тағы да түсіндіріп жіберейін. Бұл жерде енді біздің жағдайда С-ны гипотенуза деп алып отырмыз. С-ны гипотенуза деп ала берейік. С-ның квадраты, гипотенузасының квадраты, катеттері квадратының қосындысына тең. Мынау С-ның квадрат дегенің ғой, 0,5. Сосын С-ның өзін тапқан кезде түбір астында А квадрат плюс Б квадрат болады. Енді түбірден шығару үшін А квадрат плюс Б квадраттың 2-ден 1 дәрежесі деп аламыз. Түбірден шығару үшін сол дәрежені 0,5 деп жазып жатырмыз. Енді А-ны гипотенуза десек, ол қалған 2 катет. Б квадрат плюс С квадрат болады. С квадрат, соның 2-ден 1 дәрежесі 0,5 дәрежесіне тең. Келесіде А, В қалды. Енді бізде В гипотенуза болса, ол болады А квадрат плюс С квадрат. Оның 0,5 дәрежесі. Яғни 2-ден 1 дәрежесі. Үшеуін жазып қойып алдық. А, В-сыны. Мына жерде А, В, С демей, бұларды 3 түрлі әріппен алуымыз керек. Қазір шатысып кетпес үшін. A, B, C, D деп алайық. Мынаны A, мынаны F деп алайық. Мына А, В, С-мен шатысып кетпейік. Бұл тікбұрышты болған жағдайдағы гипотенуза. Бұған енді әзір тоқталмаймыз. Бірінші жағдайда біз үш бұрыштың тең бүйірлі екенін анықтайық. Егер тең бүйірлі үш бұрыш болу үшін оның кез келген екі қабырғасы, екі бүйір қабырғасы тең болу керек. Бірақ енді А, В, С-ның қайсысы біз бүйір қабырғасы екенін білмейміз. Сондықтан үш жағдайды қарастырамыз. А бүйір қабырғасы болуы мүмкін. Ол Б қабырғасымен тең болса, Б бүйір. А мен Б бүйір қабырғасы болса, С табаны болса, онда А мен Б тең ба? Немесе дейміз, немесені ормен белгілейміз. А бүйір қабырғасы С бүйір қабырғасы болуы мүмкін. А мен С қабырғасы тең ба? Немесе бұл жерде Б менен С бүйір қабырғасы болуы мүмкін. Осылай бүйір қабырғаларының үшеуінде қайсысы тең тексеріп шығамыз. Яғни айтқанда, мына жерде А мен Б болуы мүмкін бүйір қабырғасы, мына арада А мен С болуы мүмкін бүйір қабырғасы, мына арада Б мен С болуы мүмкін бүйір қабырғасы. Ондай жағдайда принт тең бүйірлі. Тең
Бүйірліні бүй деп қояйын, е. Бүйірлі. Тең бүйірлі болады. Ал келесі жағдайда элиф. Енді тең қабырғалы екенін анықтайық. Элиф дейміз да. Дәл осылай үш қабырғасы тең болу керек. Ол кезде біз оларды әндімен жазамыз, жәнеменен. Үшеуі де бірдей орындалу үшін жәнені пайдаланамыз. Әнді А да Б-ға тең болу керек, үшеуі бір-біріне тең болған жағдайда, ондай жағдайда бұл үшбұрыш болады тең қабырғалы. Үш қабырғасы да тең. Тең бүй дегенді қап деп қояйық, қабырғалы. Қап. Тең қабырғалы. Енді бізге ең негізгісі керегі келесі тік бұрышты екен анықтау. Сәл күрделілеу енді. Элиф. Айда. Бұл жерде бізде енді А гипотенуза болса, А гипотенуза теңсің ба? Енді осы жерде біз раунды деген функцияны қолданамыз. Раунды деген сөз, раунды деген дөңгелектеу. Түбірден шыққан кезде, 0,5 дәрежесі деген дәрежелеген кезде бүтін сан шықпайды. Сондықтан раунды функциясын пайдаланамыз. Бізде А-ның гипотенузасы қайсы еді? Б квадрат плюс С квадрат еге, е? А тең болу керек еге. Немесе Б тең болу керек. Раунд аламыз бұда да. Раунды. Енді бізде Б А квадрат плюс С квадрат F те тұр. Бұның гипотенузасы F те тұр. F-ке тең болса, немесе С тең. Раунд Д-да, е? Осыған тең болса, онда бұл үшбұрышымыз біздің болады екен тік бұрышты. Тік бұр деп қойайық. Тік бұрышты. Мінекей қараңыздар, енді орындауға жіберейік. Кез келген 2, 3, 2-ні берейік. Бұндай үшбұрыш тең бүйірлі екен, бүйір қабырғасы тең. Енді бірдей берейік. Бұл жағдайда тең бүйірлі. Мына жерде тең бүйірлі, бұл да тең бүйірлі болып кетеді. Мына жерде немесеге дейін әнді болу керек. Мына жерге бір шарт қосамыз. Әнді А мен Б тең болған кезде үшінші қабырға тең болмау керек. Және бар екен бұл жерде. Б тең емес С-ға. Мына жерге қосамыз. Әнді А тең емес Б-ға. Ал мұнараға қосамыз ең соңында. Әнді үшеуі тең болып кетпеу керек қой. Бұда тек 2 қабырға ғана тең болу керек. Б С-ға тең болса, онда А С-ға тең болмау керек. А тең емес С-ға. Міне, сол кезде ғана біздің келесі шартымыз 3-3-3-ті берсек, міне, тең қабырғалы шықты. Енді тең тік бұрышты екен анықтау үшін 5, 3, 6 берейік. Тік бұрышты. Яғни 5-тің квадраты 25, қосылған 3-тің квадраты 9, 25-ке 9 қоссаң 36, тең 6-ның квадраты. 6-36. Сонда бұл жерде гипотенуза 6-ға тең, катеттері 5 пен 3-ке тең екен. Жақсы, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Үшінші келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.